Ассалаумағалейкум. Көпшілік, армысыздар қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Ассалаумағалейкум қарорман халқым. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ендеше путинизм әлемдік қауіп деген лекциямызды бастайық. Бізбен бірге болыңыздар. Орыс сұмдық жалақорлығын, бәлеқорлығын, сұмдық арсыздығын тағы бір мәрте дүниеге дәлелдеп тұр. Енді Біріккен Ұлттар Ұйымында қауіпсіздік кеңесінің жиналысы ашылғалы жатыр. Ол жиналыста мынау кеше Украинада болған, Киевтің маңында кішкентай қалашықта болған қарапайым халықты оққа тұтқаны, қол аяғын байлап тұрып, қолын артына қайырып тұрып, байлап шүйдесінен атып өлтіргендігі туралы мәселе дүниежүзілік ірі дүмпу тудырғаннан кейін, енді осы оқиғаны украиндердің өзіне артып жатыр. Украиндер өстіп істеп жатыр, украиндер өзінің халқын өзі қырып, бізге жала жауып жатыр деген тақырыпты көтермекші. Енді өзі ашық-ашкере Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған тәуелсіз мемлекеттің жеріне басып кіріп отыр. Өзі бүкіл дүние жүзі мойындаған бейбіт қаладағы бейбіт микрорайондарға тұрғындардың ғимараттарына зымырандарын атып өздері құлатып жатыр. Докторханалар менен баладардың жаңағы емханасына дейін, туытханаға дейін, перзентханаға дейін атып қиратып жатыр. Оның барлығын дүние жүзі дәлелдеп көріп отыр. Өздері жаңағы басып алды қалаларды. Енді сол арада өздері өлтірген бейгүнә бейбіт сивилиан халық, яғни былайша айтқанда қарапайым азаматтарды енді украиндер өздері өлтірді деген бәлесін артпақшы болып отыр. Енді осыдан артық қандай жала болуға болады? Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл мәселені орыстардың көтергеніне байланысты көтереді. Біріккен Ұлттар Ұйымы ол ешқандай бір әкімшілік ұйым емес. Біріккен Ұлттар Ұйымы білесіздер, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңуші елдерден құралған тұрақты жорасы Америка, Англия, Франция, Ресей, Қытай болған 5 елден құралады. Және бұлардың барлығы атом қаруына ие елдер. Және дүниежүзілік екінші соғыста жеңуші елдер. Сөйтті де қазір Біріккен Ұлттар Ұйымында екі өте сұмдық ел бар. Бірі Қытай, бірі Орыс. Бұлар адамдық құқыққа қатысты барлық нәрседе осы бесеуі бір жолата шешімге келу керек деген бапты пайдаланады да, не Қытай вето қояды, не Орыс вето қояды. Сөйтті бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының жалпы адымын аштырмай отыр. Мысалы, мынау коронавирус кезінде Орыс пен Қытай одақ. Осы коронавирус тексеру мәселесінде Қытай қарсы болады, Орыс қарсы болады, не қалыс болады. Орысты жақтайтын кезде не Қытай қарсы болады, не қалыс қалады. Қысқасы сөйтіп Қытай мен Орыс кедергі келтіріп, мынау дүние жүзінде адамдық құқық мәселесінде бұл болуға тиісті мәселелердің адымын аштырмай тұр. Енді осы мәселені тағы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі қарағалы жатыр. Ал тұрақты жораны 20-ға жеткізейік деген мәселе талқыланбай тұр. Миллиард халқы бар Үндістан қосылмайды. Мұсылман елінен бірде-бір өкіл жоқ. Мысалы, Еуропа мен Азияның ортасында, тіпті мына Орыс-Украин соғысында арағайындық жасауда маңызды делінетін Түркияда жоқ. Басқа дамушы, өркендеуші елдерден ешкім жоқ. Алады да жаңағы Орыс пен Қытай отырып алады да демократиялық жүйені пайдалана отырып, демократиялық жүйеге қарсы жұмыс істеп отыр. Және екінші факторды айтайық. Сол қалада болған қырғын туралы біз Орыстың жауыздығы дүниені дүр сілкіндірді деген лекциямызды айтып қойдық. Оны Әл Жазираның веб-сайтынан ағылшынша мақаладан аударып айтып қойдық. Енді әлеуметтік желіде тарап жүр. Сол қалада қырғынды жасағандар кәдімгі сақалар екен. Сақалар. Міне, қазір Украинада тұтқынға түскендердің барлығы Ресей Федерациясындағы кезінде ата-бабаларын орыстар қынадай қырып жаулап алған
бүгінгі орыстың бодандығындағы халықтар тұр. Сақалар кеше қазақты қынадай қырып кетті. Неге? Орыстың әміріменен. Кезінде қазақтар да екінші дүниежүзілік соғыста қаншама жерді басып барды. Анау қан мен терді оқысаң, қан мен терде Әбдіжәміл Нұрпейіс жазады, мынау трилогия қан мен терде. Сонда қазақтар тіпті Түркияға дейін, түрік жеріне дейін барып соғысты. Неге? Орыстар соғысқа салды. Албан көтеріліс, Қарқара көтеріліс неден болды? Қазақ пен орыс, қазақ орысқа әбден жеңіліп бодан болғанда әскерге адам бермейміз деп қазақтар келісімге келген. Орыс содан қазақты алдап әскерге адам алмаймыз деген. Бірақ әскерге алмады ма? Алды. Содан әскерге берсек жас өледі, бермесек қарт өледі, қарсы боламыз деп Қарқарада қалың көтеріліс болды. Қырғыздар қатысты, албандар қатысты, суандар қатысты. Албан қырғынды міне 90%-ын қырып, қазіргі бүгінгі қалған албан қырғыздар солар. Суандар ары Жаркенттен асып Қытай асты, албандар Нарынқол кегеннен асып Қытай асты, бірақ 59-62 көбі қайтып келді. Одан бұрынғы Амангелді көтерілісі, шығыстағы мынау Найман-керейлердің көтерілісі, орталық Қазақстандағы көтерілістер, батыстағы кіші жүздердің көтерілісінің бәрі қанды қырғынмен жанышталып отырды. Тек Хрущевтің кезіндегі тың игеру кезінде қазақ даласында 2000-нен артық стихиялы наразылықтар болған. Бәрі қызыл қырғынмен шешіліп тастады. Енді сол орысқа бодан болған халықтар, мына башқұрттар, татарлар, анау француздарға дейін барып соғысты. Мына Дантенің өлеңдерін жаңағы, анау тағы бір француздың ақындар бар ғой, исламдық бағытта жазатын. Кім еді анау? Тоқмашылар жырын жазған кім еді анау? Ұмытып отырмын. Тоқмашылар жыры деген. Солардың барлығын сол башқұрттардан, татарлардан, дағыстандықтардан, олар сол заманда ең алғашқы исламдық ұғымдарды білді. Соның бәрі орысқа бодан болған халықтар, ең соңында орыстың әміріменен сол Еуропадағы соғысқа қатысты. Орыстар қазақты армияға аламыз деген 16 жыл қазақтар қарсы болып, қазақ қырылды. Бірақ бәрібір орыстар қазақ даласында өздері жаулағанда мынау ертісті бойлап кеп, мынау Петропавл, Павлодарды жаулап алып, сол Қызылжар Кереку еді, аттарын Петропавл, Павлодар деп қойып, одан кейін ол жерде қазақтарды ру-румен, ауыл-ауылымен қырып отырды. Ру-румен қырып отырды. Ал сол кезде тұтқынға түскен қазақтарды жаңағы өздерінің Сібірдік ауылдарында құл өмір бойы құл қылды. Пішіп тастады, еркектерінің көбін пішіп тастап, кәдімгі құл қылып, өмір бойына құл қылып жұмыс жасады. Пішілгеннен кейін еркектерде жаңағы еркектік мінезде қалмайды, ұрпақ қалдыру қабілетте қалмайды. Сосын өз-өзінен торығып, сол өлгенше жұмыс істеп, содан өліп кетіп жатты. Одан қалғанын біраз мына Орта Шығысқа сатып жіберді. Сосын біраз қалғанын мына Еуропадағы өздерінің со замандағы ең жабайы мына тоқымашылық фабрикадарына, қару-жарақ зауыттарына жұмысқа салды. Бұл қазақты бұлардың істемегені қалмады. Енді кеше Украинадағы соғыста да тұтқынға түскен орыстың бодандағы бұратана халықтар, соның біразы сол кәдімгі бұратана халықтар, орыстың бодандағы халықтар. Енді қынадай қырып алып, бәлесін Украинаға артпақшы болып отыр. Енді ең сұмдығын айтайық. Мынау путинизм әлемдік қауіп дегенде. Үндістан орыс жаққа өтіп жатыр. Тіпті Үндістан орысшыл болғандығы соншалық, тіпті Қытайдан қауіптеніп, сен орысқа көмектеспейсің деп, бүкіл дүние жүзі Қытайдың көзіне шұқып, санкцияны айтып қорқытып, Қытайды шошытып отырған кезде, енді Үндістан алып орыстың ашық қолдаушысы болып отыр. Неге? Бұл да өте үлкен тақырып. Себебі қазір дүние жүзі қайтадан сол мынау екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қалыптасқан коммунистік лагерменен демократиялық лагер, яғни НАТО ұйымыменен Варшава шарт ұйымы болып екіге жіктелген сияқты, қазір қайтадан дүние сөйтіп екіге жіктелгелі тұр. Соның басы бол путинизм тұр. Міне путинизм әлемдік қауіп деп айтатынымыздың сыры осында тұр. Кеше Сербияда путинизм үлкен ауқымды күшке айналып, Путиннің жақтасы билікке келді. Сербия жай ел.
Білесіздер, сербтер Балқан түбегіндегі өте маңызды халық. Бірінші дүниежүзілік соғысты басталуына да түрткі болған. Кезінде Аустрия-Венгрия империясының құрамында болған. 1914 жылы июньнің 28 күні Аустрия-Венгрия империясының императоры Фердинанд Ханзаданы күймемен келе жатқанда жұбаймен қосып атып өлтірген сол серб ұлтының өкілі Принцип деген жігіт болатын. Міне содан Сербияға Аустрия-Венгрия империясы соғыс ашты да, содан дүниежүзілік бірінші соғыс басталды. Балқан түбегі соғыстың жаңағы үнемі ордасы болып отыр. Енді сол Сербия қазір мынау путиншілдік, мынау славяншылдық, үлкен панславянизм ауруымен ауырып, міне солар міне осы Путинді жақтап, мына Еуропа жерінде отырып, мына Еуропаның ары қарай демократиялық, еркіндік, теңдік, ашықтық, жариялық деген ұстанымдарын емес, тұтас адамзатқа ортақ мына ашықтық, ашық сайлау, барлық нәрсе халықпен ортақ болу, халық болып жатқан бүкіл есеп қисапты ақшаны біліп отыру дейтін, сайлау әділ болу дейтін, әркімнің ұстанымына көзқарасын еркіндік беру дейтін емес, билікке бір топ адам ғана келеді, бір топ команда келеді, солар сол билікті басып алу дейтін монархиялық жүйеге қарай Сербия кетіп бара жатыр. Бірақ Сербия Еуроодақтың мүшесі емес, НАТО-ның мүшесі емес, сондай бір қуатты да ел емес. Бірақ сол Сербия міне Еуропада 1914 жылы июньнің 28 күні соғыстың басталуына түрткі болған Сербия міне ортада 100 жыл салар салмастан, міне салғаннан 104 жылдан кейін міне қайтадан үлкен апатты бастағалы жатыр. Мына дауыс сағаттың дауысы, мына сағат бар, 24 сағатта 24 түрлі құстың дауысын салады. Сондықтан не деген қорқыныш дауыс демес, мына үкінің дауысы ма, жапалақтың дауысы ма, бірдеңенің дауысы. Сол әр мына неде солай. Мына үлкен жаңағы орманды жер, 40-50 түрлі құс бар екен. Сол 40-50 түрлі құс, бұл жерде үлкен сол қалың коттедждер, сол әркім сол жаңағы дәу қаптары менен сол құстарға жем шашып тұрады екен. Бізде соны үйреніп әдеттеніп құстарға сол кәдімгі шемішкенің дәнін жем қып шашып, кәдімгі қап дәу қап алып кеп шашып тұрамыз. Кәдімгі малға, тауыққа жем бергендей, жаңағы сиырға жүгеріні, жаңағы жүгерінің жармасын бүйтіп оқырға шашқандай, жылқыға, мынау ат торбаға жем шашқан, жем бергендей, жаңағы кәдімгі құсқа жем беріп жүрміз қазір. Мына дауыстан шошып кетпеңіздер дегенім ғой. Енді бұл Сербия жай, өзі Сербияны айта берейік. Енді Венгерия. Анау мадиярлар, мажарлар деп, біздің қыпшақтар деп, анау баяғыдағы сол Қытаймен бәленбай мың жыл соғысып, ең соңында сол Қытай қорғанда тастап, мына қазіргі Моңғол жайлауларында, Орта Азияның жайлауында тастап, ең соңында сол Қытайын құрсын, Қытайыңды көрмейін деп босып кеткен бізге мына арғындарды тастап Еуропаға барып, сол Еуропаның көк көз шикі сары қыздарын алып, содан шаңдасып шатысып қалыптасқан венгерлер бар. Олар сол ғұндар. Ғұн дегенде таза ғұн емес, таза ғұндар мына біздің арғындар. Арғындарды байқайсыздар ма? Арғында Абайдан басқа қара арғын жоқ. Арғынның бәрі аппақ болып келеді. Жаңағы арғын деген, ар деген, ақ деген сөз. Бұлар сол негізі ақ нәсілді болған ау шамасы. Енді сол Венгерияңды құдай атайын деп тұр. Бізден арғындар ма, қыпшақтар ма барып, сол венгерлерге барып ақыл айтып келу керек ау. Бір шежіреші сала шақсақалдарымыз болса, арыдан тарихты қозғап, мына ата жау Қытай, ата жау орыс, сендердің ата бабаларың сол өмір бойы Қытаймен соғысқан, енді немене мына Қытай орыс одағына қосылып жасыңдар. Мына путинизм деген дара билеушілік жүйені қалыптастырмақ. Сол Венгерияда тағы Путиннің жақтасы билікке келіп тұр. Ол билікке келе салғанымен қоймай, енді міне батыстық демократиялық құндылықтарға ашық қарсы сөз сөйлеп тұр. Ашық қарсы, тура батыстық демократиялық құндылықтарды тәркі қылатын сөз сөйлеп тұр. Енді Путин бастаған путинизм әлемдік үлкен осы әсіре тар ұлтшылдық, тіпті панславянизмді қозғауы мүмкін. Славян халқы десең өте көп халықтарға кетеді. Чехия, жаңағы Сербия, мына тұрған Украина, Белоруссия, оның ар жағындағы біраз елдер славян елдеріне жатады.
Бұл славян елі деген кезінде сол Карлман империясы кезінде үшке бөлінгеннің біреусі дегенменен Еуропа бәрібір бұл орыстарды өзінің құшағына алған емес. Оны біз бұдан бұрынғы лекцияларымызда да жаңағы сындадық. Стефен Коткиннің өткендегі Нью-Йоркер журналындағы мақаласын аударып жарияладық. Естіген боларсыздар. Стефен Коткин мына Сталин деген кітапты жазған. Мына орыс зерттеуде мына бүкіл Америкада нөмірі бірінші адам. Соның Нью-Йоркер журналындағы сұхбатын сілтемесінде жарияладық. Фейсбукте де, ютубте де өзін аударып жардық. Сонда ол сындайды. Орыстар өздерінің бір ерекше орнымыз бар әлемде деп ойлайды. Өздерінің және бүкіл дүниеде бір ерекше миссиямыз бар деп ойлайды дейді. Бұл орыстар бұл немен еғіп көтер алмайтын шоқпарды байлап жүр. Дүниелік бір деңгейге таласқысы келеді. Ондай өркениеті де, ондай білімі де, ілімі де оған шамасы да жоқ. Үнемі сол соғысты бастайды. Мысалы, Қырымда осыдан 100 жыл бұрынғы Қырымға талас соғысы, одан 1904 жылғы Жапониямен болған соғыс, одан 1914 жылғы дүниежүзілік бірінші соғыс. Бұның барлығында орыс қаншама соғыста жаңағы жеңіліспен аяқтайды. Неге? Жеңілістің барлығы тура осы Украинадағы соғыс сияқты жаңа бюрократия, іріп-шіру, жаңағы әскерлерінің бәрінде соңғы артқы қамдау жоқ, азық-түлікпен қамдау жеткіліксіз, тіпті оқ-дәрімен қамдау жеткіліксіз, киіммен қамдау жеткіліксіз. Ең басты бірінші фактор бұлардың халқы сондай көмпіс, көнгіш, жаңа құлмінез кешегі жаңа басыбайлы шаруалар, жекеменшік әйел де болмаған, жекеменшік баспанасы болмаған, қысқасы мал сияқты жаңағы еркегін бір топтық жаңағы үлкен жаңағы бір үй сияқты бірдеңеде қамайды, әйелін бір үй сияқты кемеде қамайды, топтық шаңдастырып сондай тіпті отбасылық құндылық мына 18-ші ғасырға дейін отбасы болып өмір сүріп көрмеген жабайы құлдық заманда жасаған басыбайлы шаруаларының жаңағы өлі жандар дейтін кітап бар ғой, өлі жандарды оқыдыңыздар ма? Сонда неге өлі жандар? Себебі сол басыбайлы шаруалар аты да атағы да жоқ. Сыртынан сенің атың Петр, сенің атың Сетір, ай қатын сен Наташасың, ай қатын сен Александрасың деп қоя бір содан бастап ат болған бұл. Болмаса бір топ мыналар кімдер? Петровтар, аналар бір кімдер? Александровтар деп содан фамилия қалыптасқан бұларда. Енді сол орысың міне сол күні кешеге дейін міне адам болып өмір сүріп, адам болып жаңағы өзінің жекеменшік қатын алып, немесе біреудің бұлғанбаған таза қызын алып жары құшып, сол біреудің бұлғанбаған таза қызынан бір жаңағы өзінің таза қанын таратқан қауым болмағандықтан, қырқсыздіктен таралғандықтан, міне бұлар міне құл адам болып, мына Еуропа тұтас әр адамның жеке меншігін қастерлеп, әр адамның мейлі бай кедей болсын, оның меншігі, адамды құқығы, ұстанымы болады дейтін ұғым болып, міне Еуропа, одан кейін Еуропадан кейін міне Америка, міне одан кейін Азиядағы мына Жапония, Корея, міне ашық сайлау болып, әрбір сол жерде жасаған халық бай кедей болмай сайлауға қатысуға құқылы деп, міне өстіп, мына қоғамдық мемлекеттік байлықты тұтас, қоғам тұтас біліп отыру керек деп, мынау демократия дейтін нәрсені қалыптастырып отырған кезде, және оның механизмін қалыптастырып отырғанда, міне билеуші бір үстем тап, оны өздері партия деп атайды, клан деп атайды, олигархтарды тобы дейді, сөйтіп алды да, міне орыс коммунизмді бастады, содан артынан Қытай кетті, міне оның артынан диктатор Иран қалыптасты, міне сол орыс жаулап алған, Қытай жаулап алған дүниеден, міне тағы да адамзаттық ортақ құндылық, яғни еркіндік, теңдік, әділ сайлау, демократия дейтін ұстанымдардың бәріне қарсы міне фашистік жаңа бір путинизм деген изм қалыптасты. Ол путинизм кәдімгі армияны өзі контролдайтын, билікті жалғыз өзі басып алатын, айналасына бүкіл ұлттың, бүкіл мемлекеттің байлығын ұстаған олигархтарды қоршап алған, сол қаржы, дін, медиа, ақша, финанс, экономика бәрін өз және өзінің айналасы ұстап алған осы бандиттік жаулаушы топ тұтас бір мемлекетте енді отқа да боққа да айдағалы отыр. Суға салады, отқа салады. Мынау Қытайыңдағы коммунистер де сол. Әрбір Қытайыңдағы анау жетілік бәрі, олар миллиардер, супер миллиардерлер. Олар компартия деген тек олардың ақша жасайтын, миллиард халықты жаңа ең арзан еңбек күшпен, ең жоғарғы салықпен оларды езіп отырып, соларды өндіріске салып, ең жоғарғы салық.
Бірақ ешқандай медициналық Қытайда тегін қамтамасыздық жоқ. Жаңағы олардан ешқандай жаңағы ең соншама жұмыс істейді, халқы арзан айлыққа, бірақ бір сондай бір еркін өмір сүретін мына батыстағы сияқты қоғамдық қамсыздандыру мәселесі жоқ. Енді сол Иран, Қытай, Орыс қалыптасты. Енді міне артынан міне Сербия кетті, оның артынан міне Венгрия. Венгрия НАТО-ның да жаңа Еуроодақтың да мүшесі. Енді сол НАТО-ның ішкі жағынан жік шыққалы жатыр. Біріккен ұлттар ұйымында енді мына тақырып көтерілгелі жатыр. Енді осы путинизм әлемдегі ауруға айналғалы тұр. Артынан мына Қытай мен үнді қосылғалы тұр. Енді мына дүниеде қаншама диктатуралық жүйе бар, соның бәрі мына путинизмнің айналасына топталуы мүмкін. Оның артынан мына Сауди Арабия кетуі мүмкін. Себебі Сауди Арабияға батыстық құндылық, яғни еркіндік, теңдік, мынау діни еркіндік, адамдық саяси еркіндік деген нәрсе Сауди Арабияға ұнамайды. Олар дінді желеу қылады. Мысалы Қытай коммунизмді, коммунистік идеологияны желеу қылады. Путин өзінше өтірік демократ болып көрінгенменен ол әсіре шовинистік, орыстық шовинизмді желеу қылады. Саудия дінді желеу қылып, ол да сол Сауда әулетінің диктатуралық шексіз биліктік жүйесін сақтап қалмақшы болып отыр. Енді осының бәрін айналып келсең, міне адамның өзіне еркіндік беретін, адамды адам ретінде көретін, мейлі сенің діни ұстанымың қалай болсын, саяси ұстанымың қалай болсын, түрің қалай болсын, азиялық жалпақ бетсің бе, еуропалық қыр-мұрын, саршаш көк көзсің ба, жоқ африкалық қара зеңгісің бе, жоқ мексикалық қоспасың ба, жабайы аборигенсің ба, кімсің, мейлі сен нәсілің қалай, фамилияң қалай, атың қалай, жөнің қалай, сен адамсың, бірінші кезекте сен адамсың дейтін, осы Құдай ең жақсы көретін, адамды адам деп білетін, осы еркіндік, теңдікті туылған батыстық ұстанымға қарсы міне диктатуралық жүйенің одағы қалыптасып келіп жатыр. Бұл жалпы, оның ішінде дінді желеу қылған Иран, Саудия тұр. Оның ішінде коммунистік идеологияны желеу қылған Қытай тұр. Оның ішінде мына шексіз ұлтшылдыққа, әсіресе діни радикализмге бет бұрып, өзінен ұқсамайтын басқа діни топтарды, әсіресе мұсылмандарды қақпайлауменен күшейіп келе жатқан Индия тұр міне. Ал енді оның ішінде мынау дүние жүзіндік демократияға қарсы әсіре ұлтшылдықты туғылған Путин тұр. Сонымен жалпы осы дара билеушіліктер, бұл жерде діні бар, саясаты бар, ұқсамайды. Саудия менен Иран екеуі де мұсылмандықты туғылғанмен, екеуінің мұсылмандық ұқсамайды. Екеуі де бірақ диктатуралық ел. Иран өтіріктен патшалық ел болмағанмен, бәрібір ода да монархия тұр. Саудия патшалық ел. Қытай былай қарасаң компартия дегенмен, ол да бір жаңағы фундаменталистік, радикалдық, деструктивтік жаңағы солшылдық бағытқа ие. Ал Путиндікі де осы соның бәрін қамтыған бір қойыртпақ изм. Енді осының бәрінің басын қосып, мен путинизм деп атай салдым. Енді осыны алдағы уақытта мен жаңағы журналистермен сөйлессем де, саясаткерлермен сөйлессем де, осы жалпы осы саудиялық, ирандық, үндістандық, қытайлық, орыстық жалпы осындай демократияға қарсы измді, мейлі ол діни сипат, саяси сипат, экономикалық сипат алсын, бәрінің басын қосып путинизм деп атауды мен кәдімгідей енді ұсынайын деп отырмын. Мүмкін менен бұрын атаған жұрт бар болса, бар болған шығар. Мен оны көрген жоқпын, бірақ мен өз басым енді осы измді антидемократиялық мынау дүниеде қалыптасып келе жатқан осы сойқан бір көзқарасты путинизм деп атағандығын көріп отырмын. Міне дүние жүзінде осындай бір сұмдық үрдіс қалыптасып келе жатыр. Енді арты не болады? Бір Құдай біледі. Ғайыпты ешкім білмейді. Ғайыпты ешкім білмейді. Оны тек бір Құдай біледі. Бірақ қалың елім, қазағым, қайран жұртымның тағдыры не болмақшы? Путинмен Тоқаев телефонда сөйлесті деп жариялаған күннің ертесі, мынау Тоқаев деген топас сұмырай және оның айналасындағы тобыр топалаңдар енді аяқ астынан бір өзі келлер, өзі снайпер, өзі блогер, өзі русофобияға жаңағы үгіттегіш, жаңағы орысқа қарсы, былайша айтқанда орысқа қарсылықты үгіттегіш,
өзі жаңағы наркобарон, жаңағы есірткі сататын, өзі тағы сондай ақшасы бар, өзі шетелдің агенті, аяқ астына мына Тоқаевты атқалы келіп, оны біздің мына 20 мың террористің 20-сында ұстап көрмеген ұлттық қауіпсіздік әгіні бас салып ұстап апты, атқалы жатқан жерінен. Оның көрген түсін тауып қойған ба, жоқ біздің мына сұмырай сатанистер түс көріп, шайтандар анау бәленше сені атпақшы деп Тоқаевқа сыбырлады ма, сөйтіп ұстап апты. Ей, террорист ұстағыш екесіңдер. Ол өзі әрі блогер екен. Ол наркоманмен айналысады екен. Қалтасынан шетелдің ақшасы да шығады екен. Ол және сондай сұмырай екен. Ол орысқа қарсы екен. Сонда бұл кеше Путиннің идеясы ма, жоқ Тоқаев сөйтіп аяқ астынан сөйтіп Путинге жағатсығысы келді ма? Тоқаев дегенді майға орап, май жағып тастасаң ит искемейтін адам ғой Тоқаев дегенді. Мысалы, сенбесеңдер Тоқаевты жағып, сармайға шылап, лақтырыңдаршы, ит искейме екен. Жоқ. Ол Тоқаевке кім қастық жасайтындай? Ол мысалы шетелдің агенті дейді. Шетел Тоқаевты не істейді? Не істейді Тоқаевты шетел? Тоқаевқа шетел ол бір Путиннің қуыршағы, өзінің халқына өзі оқ атқан бір есекбас қаншер. Ол шетел Тоқаевты өлтіремін десе, ана алпауыт Иранның генералын кезінде, Трамптың кезінде тарс еткізді де атып өлтірді ғой. Ал Тоқаевты өлтіремін десе қолында тұр. Бар болғаны оны шетел қаттырақ айтайын десе барады да Путинге барып еңіреп, аны ойбай Америка маған қарсы көзін алайтып қойды деп, онсыз да ол әзір формалды тәуелсіздікті сақтап тұрған Тоқаев Ресейдің тап-таза боданды болып кіре салады. Оданша алдымен Путинді жайғайық, сосын көрерміз деп Тоқаевқа уақытша тиіспей отыр. Болмаса Тоқаевыңды сол баяғыда Гаага сотында тарс еткізеді. Енді сол Тоқаевтың құдайы, Тоқаевтың кришасы, Тоқаевтың тірегіші болып тұрған сол Путин әлемдік адамзаттық қауымның үлкен қаупі болып отыр. Енді мынау дүние алай-дүлей болғалы тұр. Қалың елім, қазағым, дәл осы сәтте сенің тағдырың не болмақшы? Сирия болып тасталқан боласың ба? Мынау 20 мың террористен 20-сында ұстап халыққа дәлелдей алмағандар аяқ астынан ананы ұстай қалыпты. Бұның барлығы масқара. Мына тобыр топалаңдардың, топастардың ойлап тапқан спектаклі. Мына Индияның Болливуды менен Американың Холливуды далада қалатын болды. Мына біздің есекбастардың мына фантазиясынан. Мына Назарбаев 30 жыл әбден миын улап, әбден ертегі айтып, неше түрлі адамның қиялына кірмейтін ертегін айтып, қазақты әбден улап болғанда, мына Тоқаев енді Назарбаев 2030-2050 дегенде бұл 2060 ойлап тауып, мына қазақ әйтеу не айтсам да сенеді деп өстіп шыға қалып отыр. Анау баяғыда Ахметбек Нұрсила деген бір есекбас болып еді ғой өзі. Қытайдың мына Алибабасынан, Алиэкспресстен тауар алып Қытайдың. Әшейін маған кел, мен Алиэкспресстен саған арзан дамбал, арзан байпақ алып берем. Мен оны әр дамбал, әр байпақты 200 теңгеден алам, саған 800 теңге берем, сен барахолға апарып 1000 теңгеден сат, Шымкентке апарып 2000 теңгеден сат деп ақыл айтатын мына Ахметбек Нұрсила дейтін біреу болған. Өзі сол баяғыда Қазақстанда кредит алып $1 миллион, онысын қайтара алмай, одан Қытайға қашып, Қытайда 3 жыл қаңғып, Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңағы тәрбиесінде болып, одан Қазақстанға келгенде $1 миллион кредиті жабылып қалады. Оны кім жапты? Ол Қытайда 3 жыл жүргенде таба қойды ма? Қытай ешқашан шетелдіктерге ондай ақша табуға мүмкіндік бермейді. Сөйтіп келді де аяқ астынан бір-ақ күнде бұл алды да жаңағы өтірік ақыл айтып, елдің ақшасын алдайтын сұмырай болып шыға келді. Ол баяғыда Қытайда бар метод, жаңа қалың ана пирамидалық қаржы пирамидасының алаяқтарын бірін-бірі құшақтатып, мен 1 айда миллионер болам, 2 айда миллионер болам деп бірін-бірі сүйгізтіп, мына 100 қатынды байғысы келген. Мына жақтан 100 еркекті бірін-бірі құшақтатып шығады. Ана еркектер мәз қалың қатынды құшақтаған. Оның ішінде әдемісі бар, жуаны бар, орташасы бар. Әйтеу бәрі құшақтап, кеудесіне төсіне тигізтіп, жаңа бірін-бір бетінен сүйіп, секіртіп, айғайлатып, құтырған адам құсап, мен 1 айда миллионер болам дегізтіп. Сол Қытайдың методикасы, мына адам мотивация жасаймын, ой атам, анау, мынау деп, сосын алады да қаржы пирамидасына салып кеп жүреді. Ахметбектікі де сол жаңа, ой сен өзіңе, сен жасырын күшіңді пайдалан, анау көмескі қуатыңды пайдалан, мотивацияңды пайдалан, ақ көк. Ең соңында Қытайдың ана Алибаба, Алиэкспресснен Қытайдың арзан-құрзан тауарын алып, соны сат өстіп, бай, міне мынау деген нарықта 5000 теңге тұрады, мен саған 1000 теңгеден берем деп, соған үйретіп шыға келеді сол. Соған қайдағы бір дәрі-мәрі
ана өтірік, менің ана робот компаниям бар, мына компаниям бар, бір тауар, бір өндірісі, бір тапсырған салығын дәлелдей алмайды. Сол Қытайдың жаңағы жұмсақ күші, Қытайдың Қазақстанға жаңағы кәдімгі тәрбиелеп қоя берген бопсаланған сол Қазақстанның өзінде де сол $1 миллион алып, оның өзінде де сол Әлиевтің ба, Рақат Әлиевтің ба жақтасы болған сұмырай сол өткенде аяқ астынан бір-ақ күнде өзін бір ОМОН ба біреу ұстады деп, ойбай, мынандай болды, ұстады, тұтқындады, Нұрсиланы ұстады деп еді, жоқ болып кетті. Бір-ақ күнде жоқ болып кетті. Артынан барып ойлады ол, елдің бәрі. Ойбай, Нұрсиладан Нұрсила қайда кеткен деп 10 мың қазақ көшеге шығады екен десе, 10 қазақ та шыққан жоқ. Сонымен айтаны халықтың райын байқайын деп едім деп оттап шыға келді. Тура сол Нұрсиланың спектаклін Тоқаев қайталады. Құдай-ау, Тоқаев-ау, бір үйренсең де, біреудің фантазиясын көшірсең де, бір есі дұрыс, жаңағы бір жаңа тың фантазиямен мына Назарбаев құсап алдасаңшы, Назарбаев 30 жыл мына қазақты әшейін әлдилеп, әшейін бір ысқырып, өргістіп, бір ысқырып, жусатып отырды ғой. Қазақ әшейін қой құсап, жаңағы шебер Шопанның қойы құсап, әшейін сөйтіп 30 жыл Назарбаевтың қиялы ертегісіне сеніп келді. Ой, енді сен мына Нұрсила құсап, аяқ астынан ұстап кетті, тұтқындап кетті деп Нұрсила мынау сөйтіп қой болып маңырап, әбден абыройдан жұрдай болған мына жарты бас, есек бас Нұрсиладан үйреніп, аяқ астынан ойбай кейлер келді, мені өлтірмекші екен, ол өзі русофоб екен деп енді Путинге жағатсығанда да соның бір қисынын тауып етпейсің ба? Мына Тоқаевтың айналасына өңкөй, арсыз, ұятсыз, жағымпаз, топас жаңағы сондай сұмырайлар жиналды енді. Қалың елім, қазағым, мынау дүние өзі алай-дүлей болып астан кестең болғалы тұрған кезде мынау Тоқаев сияқты суми жарты бастар басқарған елде сенің тағдырың не болады, соны ойлағанда күндіз күлкі, түнде ұйқы кетті бізден енді. Аман бол қалың елім, қазағым, аман болайық, оянайық. Мынау қасиетті Рамазан айында ұстаған оразадарыңыз қабыл болсын, жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бірақ естеріңізге тағы қайталап салам, құлшылықтың ең үлкені қарекет, қарекетпен жасаған құлшылық. Ал бір Құдайға жалбарынып, күні түні Құдайға жаңағы мадақ айтып, сөйтіп Құдайға жағам демеңіз. Егер сіз Құдайдың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына, ежелден бар мәңгілік екеніне иман келтіре отырып, ұста деген оразасын ұстап, оқы деген намазын оқып отырып, бірақ қасыңызда зұлымдық ұшыраған қазаққа көмектеспесеңіз, немесе ол зұлымдық ұшырағанда оны құтқаруға қатыспасаңыз, бүкіл құлшылығыңыз күйіп кетеді. Есіңізде осыны сақтаңыз. Жақсы, аман болайық, қалың елім, қазағым. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.